Маған дайрекке көп жазыпты, Шопан апай. Қабатовқа сіз де енді елдің алдында жүрсіз ғой. Көп адам сіз таниды ғой, тем более психологсыз. Қабатовқа бойкот жаралайық. Әйел адамдардың бәрі қарғыс айтсын, халық қарғыс айтсын, лағнет айтай қойған. Бұл не өлге, не өнеге елдің алдында күліп тұрып істегені, ақша үшін ғана сонда ыржиып, ар жағында бала шағасының ит құлы келмей көрмей кеткені ма деп. Осы күнге дейін мен осы ажырас дегенді естігем. Ана қайып қойды қазір, кинодан кейін бәрі нормально болды, әдейі істелген нәрсе ғой дегеннен кейін мен мән бермеппін, вообще бақыламаппын. Көп отырып инстаграмда қуалап кісілердің бәрін өмірін тыңдап қара деген менде уақытым жоқ та. Өйткені психологиялық консультациялар көп, каждый адамның проблемасымен жұмыс істеп, өзімнің инкурсым бар, немере бағам, кішкене артта қалып қаппын. Содан кеше бір кісі подкасттарын жіберіпті. Мөлдірдің жылап берген подкастын көріп, бәрін толығымен көріп, менің жүрегім тоқтап қала жаздады. Мөлдір үшін жыладым мен. 5 бала үшін жыладым. Кешіріңіздер. Осындай әлсіз қатымыз ғой. Қабатты, халықтың сөзі тілі жаман, назары жаман, 5 баланың көз жасы жібермейді, ана қатынды да жібермейді, ешқашан мандымайды, оңбайды. Мен қосыламын сіздерге. Қабатты бүгіннен бастап мен халықтың алдында жүрген азамат деп есептемеймін. Ол мен үшін жаман, шүпірек көп, шүпіректен де жаман. Мен өзімнің 3 баласын тастап келген күйеуімді иттің етіне жек көретінмін. Бірақ кешіргем, қош деп. Ол ешкім емес қой, ол просто ол 3 бала менің балам емес. Оның бірінші әйелден туған балалар ғой. Сонда мен үйге шешеге баласын тастап еркек деп жек көретінмін. Акаса туған әйелін, сүйген әйелін, түр десе түрі бар, ақыл десе ақыл, өнер десе өнер. Соны несі артықын түсінбеймін мен. Бұның просто ылыққан көрген тәрбиесі, алған тәрбиесі, тексіздігі ғой просто. Қабатовқа бойкот, Қабатов адам емес, Қабатовқа вообще жоламаңыздар, қарамаңыздар. Тұрсынбек ажырасып кетіп, содан кейін барып басқа әйелге үйленсе, онда уже ажырасып кетіп үйленіп отыр ғой дейсің. Мына жерде әйел үйінде отыра, әйел көніп күтіп отыр әлі де. Бала шағамыз бар ғой, елге жұртқа ұят болмайық, Тұрсынбектің дәрежесін түсірмейін деп Мөлдір үйінде 14 жыл бойына күткен да. Ал ол ана әйелге 3 бала тудырған дейді. Әйелінің үстінен әйелмен жүріп тұр ғой енді. Бұнда еркектердің түбі неге алып баратын айтайын. Қазір жас, билік бар, жаңағыдай жастығың бар, әлде абыройың бар деген сияқты. Бірақ менің айналамда да өзімнің көзіммен көрген нәрсені айтайын деп тұрмын. Менің айналамда да ондай адамдар бар. Не болды? Айтайын ба? 3 әйел алды, 4 әйел алды, 5 әйел алды, 6 әйел алды, неше рет үйленсе де бір баласы қазір сол әкесінің бетіне қарамайды, ешқандай әйелі жанында емес, жалғыз өзі қу тізесін құшақтап жүр. Қандай жағдай бол, қалай сыйлаған отбасына, еркекті қалай жоғары бағалап, прям жоғары қойғысы келіп, жақсы әйел болуға тырысты. Жақсы отбасы, керемет, ел қызғарлықтай отбасы болған қалады. Және сондай болды. Осы күнге шейін біз қызығып келдік. Қандай керемет отбасы, қандай күшті, қандай керемет әйел, қандай керемет әке деп. Бірақ шын мәнінде отбасының ішінде не болып жатқанын ешкім білмейді, если әйел білдіртпесе. Мен де қазіргі таңда ажырасқан әйелмін. Мен де ажырастым, осыдан 3-4 жыл бұрын ажырастым. Сенесіздер ме, сол тура Мөлдір сияқты тағдырмен мен де кеттім, бірақ ол қатты
қатты ауыр тиді маған. Стресстен бір жыл есімді жинай алмадым. Бір жыл стресс болды менде. Просто маған ауыр тигені еркектің кеткені емес. Сен тұрмысқа шығасың, сол адаммен бірге өсемін, өнемін, бірге жетілемін, бала шағамыз бірге қызығын көреміз. Бір дастарханда қартайғанша бір пиала шайды адалдықпен күшті болып, мықты отбасы болып ішеміз деген армандап едік қой бәріміз. Вот сондай отбасыда болып жұмыс жасадық, жүрдік, прям жетістіктерге жетіп аттық. Бірақ еркекті тоқшылық көтермейді деген рас екен да. Ақша келеді жан жақтан. Сол кезде еркек адамдар маразинтер жақта ақша көп келген кезінде бәрін өз тапқандай болады екен да. Уже сені менсінбей қалу, сен как будто бір ештеңкені білмейтін бір топас, сен как будто еш жақтан бір айдаладан сен бар ғой танымайтын адамнан алып келген сияқты қылып сені солай көреді да. Прикинь, сондай болады. Маған ақшамда кетті, иә. Помойға айтады не? Мен сол кезде түсінгенім, қазір барлық әйелдер болады ғой, күйеуінің алдына түседі. Барлығы қазір таңда мысалы көп үйленгеннен кейін көп 5-6 жыл әйел адам депрессияда жүреді. Өйткені бала босанады, сол үйдің қиыншылығы бар, қызық күні бар, әйтеуір қиыншылық барлығын көтереді, барлығына шыдайды. Бірақ сол 5-6-7-8 жылдан кейін бала өскеннен кейін әйел адам өзін іздеп өзімен жұмыс жасауға кіріседі. Кірісе алмай қалады, дүние жетпейді, үй жайың жоқ, мысалы квартирада жүрдік, ішіп жеуің, қой экономдайын, қой бала шағаны уайымдайын, қой жесін, қой баспана алайын, қой мынаны былай істейік деп күйеуіңе поддержка бересің, қасынан табыласың, күйеуіңмен еркек болып жұмыс істейсің, бірақ сен бағаланбайсың да. Менің түсінгенім өздерің жақсы көріңіздерші. Тұрсынбек ағамыздың инстаграмына кіріп, комментарияларды оқып, біраз жүрегім ауырып кетті. Мне кажется, чуть-чуть несправедливо, потому что я хочу, чтобы вы понимали, что вами сейчас управляют как марионетками, да. Соцсети очень сильно на нас влияют, и очень важно иметь свою точку зрения. Давайте вспомним ситуацию с Бен Максатной, да, аналогичная ситуация была, да, когда все проклинали, отписывались, но проходит время. Сейчас Бен Максатна уважаемая женщина, ролевая модель, получает орден, да, от президента. Алгузов Турсен дарит квартиры, и все сейчас на него молятся, да. Давайте вспомним ситуацию с Айханом Төлепбергеном, да, точно такая же ситуация была. И что вы хотите сказать, что вы сейчас не слушаете песни Айхана? Анау Қайрат жұлдызды қаңғыртып жіберіпті деп қаншама шулады. Осы үшін айтып жатыр, хайп үшін айтып жатыр деп жатқан адамдар, негізі әйел адам бұндай теманы ешқашан 18 миллион, 20 миллион адамның алдына шықпақ түгілі туған подружкасына, туған туысына, жан подружкасына айта алмайды. Айтса да подружканы бетін айтады. Полный ешкімге айта алмайды, әйелдің ішінде болады, не болса да. Қаншама әйел жүр ғой қазір, дофига әйелдер жүр ғой. Осындай күйеулері жүріп жүргенін білсе де, білмегенсіп, көрмегенсіп, мысалы да, сол әйелмен жүріп жатқанын біліп тұрса да, білмегенсіп, ешкімге айтпай, жасырып, өзінің абыройын ойлап жүрген әйелдер дофига негізі. Осындай далбандардың кесірінен қаншама әйелдер жүр ғой, страдайды, айта алмайды. Негізі әйел адам изменаны толық ашып ешкімге айта алмайды. Не то, что 20 миллион адамның алдына шығып сөйлеу, просто бұл мөлдірде шамалы біршама уақыт өткеннен кейін уже ол осознанно мойындап айтып отыр. А так бұны әйел адам даже өзі психологически мойындай алмайды. Талай психологқа барып, бас жағын айтып болды. Просто күйеуімен изменял деп қалған бәрін жылап қайтқан әйелдер жетеді. Только жылап отырып қайтқан әйел жетеді. Ал осындай далбандар, которые семьясын ойламай, жүрсі, жүр қатындармен, анамен де жүр, ана қатынмен де жүр, мына қатынмен де жүр. Бірақ бір қатынға жабысып алып, оны алуға міндетін емес қой сенің. Семьянды тастамасайш, семьян, бес бала, бала шаға дегенді тастап кету деген
сен ана дүниеде білмеймін қай бетімен баратын ана дүниеге, қай бетімен жауап беретін осы жағдай үшін, иә, осындай өйстіп жылатқан, өйтіп әйелін, балаларын жылатып жүріп халықты күдірмей ақ қойсын ондай адамдар, иә. Вообще негізі ең последний адамдар ғой, негізі конченый еркектер ғой, ең последний еркектер осылай жасайтын ше, семьясын тастап, какой-то бір әйел үшін семьясын тастап кететін ең соңғы еркектер ғой, былайша айтқанда ше. Ондай еркектерді даже не стоит, ондай еркектерді даже воспоминать не стоит ше. Еске алып, оны бұрынмен күйеу болған, күйеу даже не стоит қой, ондай еркектерді. Ондай еркектердің қасында жату не стоит даже. Сразу оны жоқ қылу керек қой, ондай еркектерді. Сөйтіп тастап кетті ма семьясын, я басқа қатын алды ма, все, онымен 100%-ға араласпай кету керек қой, ондай еркекті ше. Просто ортада бала бар ғой, бала үшін, көп әйелдер бала үшін қойшы дейді ғой. А так сен біттің ма керек жоқсың уже әйелге.